Барлықтарыңызға қайырлы күн. Кешегі 28 апрельге Теслаға кешегі күннің разборы бізде. Цена закрытиямыз бізде 84,95, 284,95 деген уровень. Қараңыздар, нефть бойынша біз қай бағада, қай маңызды уровеньдардың маңайында жүр екенбіз. 4 сағатқа өтіп бағаны қарап аламыз, қай жерде жүргенін. Мінекей. Так, фитильдің уровень сызып алдым. 92,65 деген уровень екен. Нефтьға өтіп, бұл уровеньнің қандай уровень екенін мен тексеріп аламын. Так, мына жерде қараңыздар, не бойынша? Нефтьға бойынша мына жерде бізде баға, мына жерде максимум баға тұр екен. Так, оның бағасы бізде максимумның бағасы 92,98. 292,98 нефтьқа бойынша макс баға екен. Ол бізде не только максимум баға, мына жердегі мынандай. Так, мына фитиль тиіп қайтқан жер екен. Мына бір фитиль тиді, мына баға осы макстан бізді мына айда, мына айналып келіп өскен кезде бізді осы именно максқа дейін өсіп, бізді құлатып жіберген уровень екен. Міне қайтадан келіп тұрмыз, астынан айналып, мына бір минимум бағалардан поддержка алып, біз бүгін қайтадан осы жерге қарай айналып келіп тұрмыз. Премаркет кезінде қарасаңыздар, осы 292,98 деген максимум бағадан біз не істеген екенбіз? Осы жерден біз не жаңағындай өте алмаған екенбіз. 92,98 деген макс бағадан нефтьдағы біз өте алмай осы макстан құлап кетіп тұр екенбіз. Так, қай жерге құлап кеттік енді? Қай жерге құлап кеттік деген қараған кезде, қараңыздар, нефтьдағы 4 сағаттықтағы дистрибуционный свечканың максимум бағасы 86,65 деген уровень. Осы 86,65 деген осы жаңағы мына өсіп келіп тоқтаған макс бағаны алып алдық, потому что бізде 4 сағат бойынша қарадық, мына жерде максимум бізде қалып кеткен, осы жерден выше келіп, біз келесі максимум бағаның келіп астынан жабылып қалып тұрмыз. Келесі премаркеттегі екінші свечкамыз не істеп тұр бізде? Мына жерде макс бағаның үстінде, то есть мынаның үстінде біз демалып тұр екенбіз. Значит, 4 сағаттық бойынша бұлай анализ жасаймыз. Так, осы 86,65-тен выше лонгқа барып беретін болса, ол бірінші қай жерге барады? Именно премаркет қай жерден құлап кетті, баға сол жерге дейін барып келеді. Біз осыны ала алмайтын болсақ, осы 92,98 деген макс бағаны, нефтьдағы 4 сағаттың қайтып кеткен, не перехай болып жабылған осы уровень 92,68. Біз премаркет қайда барып келді, соны ала алмайтын болсақ, маркет ашылған кезде барамыз біз осыған, обязательно. Мынаны ала алмайтын болсақ, біз қатты құлап кетеміз келесі минимумдарға дейін. Но мынаны алып кететін болсақ, уже премаркеттің қай жерден құлады, сол жерден алып кететін болсақ, выше біз дальше өсіп кететін боламыз. Қай жерге дейін өсеміз? Келесі 4 сағаттан мынандай максимум минимум бағаларды қарайық, қай жерге дейін өсеміз. Так, мына жерде қараңыздар, мынандай бізде макс баға бар екен. Бағасы 97,28 екен. Так, міне 97,28 макс баға 4 сағаттағы, міне өсіп кетіп жүр. Так, 92 мен 97-нің арасында бізде мынандай тағыда гептің несі бар екен, гептің минимумы бар екен. 94,45 деген исторический геповый уровень екен. То есть міне 92-ден кетсек, 94,45-ке, дальше 94,45-ті мынаны алатын болсақ, біз уже келесі максимум бағаға, одан кейін мынандай келесі максимум бағаларға дейін өсеміз. 4 сағаттың запас кодасы бойынша. Енді бір сағатқа қарайтын болсақ, 4 сағатта бізде понятно. 1 сағатқа енді бұлай қарайтын болсақ, қараңыздар, кеше біз не істеп жатырдық? Осы жерде міне кешегі жаңағы мына бір макс бағадан біз құлатпаған екенбіз. Мынау макс бағадан біз өсіп кеткенбіз. Но міне бір құлатпадық, міне екі құлатпадық. 1 сағаттық таймфрейм бойынша біз осы жерден поддержка алсақ, мына 92 ең алғаш жаңағы премаркеттегі құлап кеткен жер, осы жерге дейін біз келуіміз керек еді. Осы жерден выше кететін болсақ, міне 94,45 деген уровень, осыған кетеміз, дальше 97-ге кетеміз. Или дальше кетіп бара жатсақ, бізде 300 деген жаңағы геповый уровень бар, соған дейін біз кететін едік. Но мына жерде қараңыздар,
біз мына 92-ні ала алмай құлайтын болсақ, біз қатты құлаймыз. Қайқа дейін құлаймыз? Бүгінгі поддержка беріп тұрған жерге дейін құлаймыз. Оның бағасы бізде 86-да 65 деген уровень, 92-ден 86-ға дейін біз қатты құлаймыз. Одан кейін осы поддержка берген премаркет кезіндегі уровень, осыдан ниже алып қатты құлайтын болсақ, біз уже келесі запас ходалар мен уровеньдарға дейін құлайтын боламыз. Ол бізде мына жердегі мынау фитиль глубокий болып тұр, 81-де 0,5 бұл бізде фитиль болады. Одан кейін осы 81-де 0,5-тен біз қатты құлап жатсақ, так 4 сағат бойынша іздейік запас ходаларды. Так, мынадан 86-да 65 макс бағадан құласақ, мына жердегі 81-де 0,5 цена закрытия бізде weekly бойынша зеркальный уровень, қараңыздар, оны мен көрсетпекпін сіздерге. Так, цена закрытия мына дистрибуционный свечканың ортасында тұрған зеркальный уровень. Осыдан выше жаңағы 97 деген уровеньдарды алса, ол осы апта бойы осы жерге барып келеді. Мына цена закрытиядан ниже келетін болсақ, уже бізде апта бойы барып баратын уровеньдар мына жерде тұр, 69-да 19 деген weekly бойынша макс баға. Одан кейін мына жерде гептің максимумы деген апталық бағалар бар, но оларға біз попозже ораламыз. 4 сағаттың запас ходасы бойынша қай жерге дейін құласақ, мынадан 92-ден, мына бір 86-65-тен құласақ, қай жерге дейін құлайтынымызды, запас ходамызды анықтап алайық. 4 сағат бойынша, так, мына 86-тан құлайтын болсақ, міне 81 біздің баратын запас ходамыз. Дальше осыдан ниже кететін болсақ, бізде мынандай, так, 73-те 34 макс баға деп аламын мен мынаны, потому что қараңыздар, неге осыны аламын? Потому что мына күндері, біз макстан өте алмағанбыз. Айналып келіп, бізде тағы да өте алмағанбыз. Айналып келіп, біз осы мына бір дистрибуционный свечканың дәл ортасы осы 73-те 34 болып тұр. Значит, біз үшін 73-те 34 деген баға өте маңызды уровень, То есть ол мына бір 4 сағаттықтағы мына свечканың зеркалкасы болып тұр екен. Одан бұрын 81-ден 73-тің арасы өте алыс, сол үшін де ортадағы мынандай фитильный уровеньдарды біз алып алуымызға лай болады екен. Мына фитильмен тиген 77-де 45 екен, фитильдің уровені. Так, значит, біз 81-ден құласақ, 77-ге құлаймыз. Неге фитильді алып отырмын? Потому что міне бір глубокий фитиль, міне екі глубокий фитиль, мынау үшінші глубокий. Барып, осы фитиль бізге өте маңызды уровень береді. Мынау бізге разворот болып кетуі мүмкін. То есть, енді қараңыздар, анализ бойынша не істедік біз? Алдық мынандай уровеньдарды. 92-ні ала алмасақ, 92-ден алсақ, 94-ке барамыз. Бірінші жаңағы гептің минимум бағасына, 4 сағаттықтағы. Осыны алсақ, жаңағы біз 97-дегі 4 сағаттағы максимум бағаға барамыз. Но мынаны да ала алмасақ, біз қатты құлаймыз дедік. Не істегенбіз? Біз просто барып жаңағы гептің минимум бағасынан біз құлап кетіп тұрмыз. Гептің 94-те 45, осы гептің минимумынан біз құладық. Қаяқа дейін құладық? 92-ні астымызға алып алдық та, дневкадағы макс бағаны, құладық 86-ға дейін. 92-ден 86-ға дейін құлап келдік. Одан кейін мына 86-ны астымызға алып алдық та, 4 сағат бойынша мына фитильді келіп құладық 81-ден 05-ке. Одан кейін құладық 77-де 45, жаңағы 4 сағаттағы мынандай глубокий фитильдардың тиген уровеньдары. 77-де 45-ті алғаннан кейін 73-те 34 жаңағы максимум баға. Одан дальше құлап атса, недельный таймфреймдағы 69-да 19 деген біздегі максимум баға. Осы жерге дейін біз құлайтын едік, но біз кеше осы жерге дейін құламадық. Біз өйткені мынау дистрибуционный свечканың ортасы болып тұрған уровень, зеркальный болып тұрған уровеньге дейін, 73-те 34-ке дейін біз қатты құлап келдік. Енді 1 сағат, 2 минут 5 минут бойынша біздің уровеньдар ол қалай отработкасын берді, қалай отработкасын берді? Мына жерде менде 2 минуттық таймфрейм. Так, мына жерде 2 минуттық таймфрейм былай. Мына жерде менде
5 минуттық таймфрейм болады. 5 минуттық таймфрейм бойынша ол бізде қалай кешегі күніміз көрінді, иә? Қараңыздар. Мына 2 минуттық таймфрейм бойынша біз қарап отырсақ, осы 86-да 65, иә, жаңағы біздің 4 сағаттағы дистрибуционный свечканың максимум бағасы, иә. Осыдан выше біз мына 2 минуттық таймфрейм люфт тастады, выше 92-ге дейін апарып берді. Мына жерге дейін апарып берді. Ең алғашқы свечкамыз. Осы жерден құлап келіп тұрмыз. Осы жерден құлап келіп, поддержка алып, біз 92-нің үстіне шығып тұрмыз. Дневкадағы макс баға, иә. Келесі уровень бізде 94-ке 45 еді. Біз жаңағы 2 минуттық таймфрейм бойынша свечкамыз есеп тұр. Үстінен закреп жасап тұр, но келесі свечкамыз қызарып бізді қатты құлатып жатыр, иә. Қатты құлатып жатыр. Аха. Ол 2 минуттық таймфрейм бойынша ложный пробой двумя свечами жасап тұр. Ал 5 минуттық таймфрейм бойынша біз не істегенбіз? 86-дан мына 94-те 45-ке дейін өскенбіз. Но мына 94-те 45-нің үстінен жабыла алмаған екенбіз біз 5 минуттық таймфрейм бойынша, иә. Неге? Өйткені мына просто денемен көтеріліп келдік та, денемізді тартып алдық, ниже закрылись. Осы жердегі жаңағы 94-те 45 деген гептің уровеньнен дальше біз уже 92-нің асты макс баға, иә. Осының астынан құладық та 86-ға дейін біз әдемілеп құлап келдік. Қараңыздар, 2 минуттық таймфрейм бойынша ол шортты біз қалай көретін едік? Мына құлап келдік, ниже мына жерге дейін түсіп келдік қой, но мына жерден жабылып тұр денеміз, иә. Келесі свечка мына келіп подтверждать етті да, 92-де 98 деген уровеньнің астынан бізге мынандай люфт қалдырып тұр. Люфт қалдырдық та біз дальше мына құлап кеттік. Мына жерде біз цена закрытияға дейін даже құлап кеттік. Цена закрытия бізде неделька бойынша зеркальный уровень болғаннан кейін біз не істедік? Мына жерде біз қараңыздар, қалай цена закрытияны біз прошивать еттік. Мына келіп тоқтадық, выше закрылись. Аха, значит, біз мына жерде цена закрытиядан выше закрылись. Келесі свечка не істеп тұр мына жерде? Келді да астыға қарай түсіп тұр, но закреп қай жерден болып тұр? Цена закрытияның үстінен. Осы цена закрытияның үстінен 84-те 95-нің үстінен, иә, бізде выше лонг кетіп тұр. Қай жерге дейін? Бізде запас ходамен мынау 2 минуттағы минимум баға, иә, 87-те 97-ге дейін бізде минимум бағаға дейін запас ходанымыз бар еді, иә. Осыны алса, выше, иә, осыны выше алса, бізде обратный запас ходамыз 92-де 98-ге дейін өсіп келетін едік. Но қараңыздар, келдік 2 минуттық таймфрейм бойынша мені прошивать етіп жатырмыз, но по 5 минутке если смотреть, біз не істеп жатырмыз? Біз просто денеміз астынан жабылып жатырмыз. Жаңағы 87-де 97 деген уровеньнің астынан біз денеміз жабылып жатыр. Міне келдік, өсіп келдік, просто денеміз астынан прошивать етті. Бір люфт берді, мына жерде, мынау 5 минут бізге люфт берді. Поддержка алып біз люфтті тексердік осы жерден. Мынау біздің 80 жаңағы уровенімізді 87-ні, иә. Келесі 5 минуттық таймфрейм бойынша бізге әдемі люфт берді да, мына жерде. Біз дальше цена закрытиядан дальше 81-ге құладық, жаңағы фитильге, иә, 81-де 05 4 сағаттағы фитильге. Дальше 77 4 сағаттағы біз глубокий фитильдардың уровеніне құладық. 77-ні алсақ, біз не істейтін едік? 73-ге құлайтын едік. 73-ті алсақ, біз 69-да 19 weekly таймфреймдағы макс бағаға дейін біз құлаушы едік. Но қараңыздар, бізді әдемілеп тұрып, міне 73-ге дейін құлатып алып келді. 77-ні алып кетуге поддержка берді. Осы 73-тегі біздегі максимум баға поддержка берді, но денеміз астынан жабылып жатқаннан кейін тағы да бір рет келіп тексердік осы 73-те 34 деген уровеньді. Дальше уже бізде не істегенбіз? Мына жерден поддержка алып, біз уже дальше былай өсіп кеткенбіз. Бүгінгі кешегі біздегі отработка жаңағы анализдеріміз осылай, осы күнгі не болды, иә. Дәл қазір қараңыздар, біз не істеп жатырмыз? 4 сағатта бізде бүгінгі күн уже ашылды. Жаңағы 87-де міне 97, 87-де 97, мына біреу кешегі бізге зона жаңағы сопротивление болған уровень, бізге бүгін сол уровеньнің үстіне шығып тұрмыз. Значит, мына 87-ден выше қазір алатын болсақ, біз обратно осы 98 жақтарға дейін барамыз деген сөз, иә. Но қараңыздар, біз
Дистрибуционная свечка всегда к откату деп айтамыз, иә. Кеше біз алдында алдыңғы күні, иә, мына күні біз қатты өсіп кеттік қой. Қатты өсіп кеттік, біздің зеркалкамыз 73-34 болып тұр, иә, мына жерде 73-34 болып тұр. Біз не істедік? Макс бағаны ала алмай 92-ні, иә, біз құладық. Қайға дейін құладық? Именно осы дистрибуционный зеркальный свечканың дәл ортасына дейін біз құлап келдік, иә. Не істеп тұрмыз? Мы не переводим мына бір ортасындағы уровеньді. Поэтому біз не істедік? Қайтадан мына жақтағы мына 86-65 мына дистрибуционный свечканың төбесіне дейін келіп өсіп тұрмыз. Премаркет кезінде, жаңа маркет кезінде біз не істедік? Келдік та осы жерден тоқтап қалдық. Мынау бізде автомаркеттің қозғалысы астқа қарай бір түсіп берген цена закрытияның астынан. И біз кеше шыға алмай қалдық, иә? Біз кеше шыға алмай қалдық мына макстың үстіне. Содан кейін не істедік? Бүгін геп ап болып бізді осы мына макстың үстіне жоғарға қарай лақтырып жіберді. Біздің запас ходамыз 92-98-ге обратно бар. Осы жерден бүгін өсе алмасақ, біз бүгін тағы да құлаймыз. Мына жерден бүгін өсіп кетсек, біз дальше өсіп кете береміз. Жалпы анализ осы, отработкасы. Барлықтарыңыз тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, обязательно комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі сабақтарда, келесі видеоларда жауап беріп кетемін сіздерге.